Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин Ашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Дәл бүгінгі видеода осы шәйнектің термокөйлегін тігетін боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Бисмилләмізді айтып, онда бастайық. Мінекей шәйнегіміздің түбіне қоятын осындай бір реттік пайдалануға берілген ыдыстар, осындай одноразовый дейміз ғой. Соның қақпағы керек болады. Мінекей, мынау үлкенірек екен, біреусін қалдырдым кішірегін. Енді бізге негізгі матамызды дайындап аламыз. Енді осыған бірінші өлшемді алатын боламыз. Ол біздің шәйнегіміздің ұстайтын тұтқасы мен шүмегіне дейінгі өлшем. Ол бізде 30 сантиметр болатын болса, екеселеп 60 сантиметр өлшеп алатын боламыз негізгі матамызға. Дәл осы өлшем бойынша қазір пішіп алған матамызбен толығымен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы өлшемдер шәйнектің пішініне де байланысты. Өйткені менікі сияқты томпақ болмауы мүмкін сіздің шәйнегіңіз. Егер де ұзыншақ болатын болса, кішкене артығымен алыңыз матаны. Мінекей негізгі деталіміз дайын болды. Енді шәйнектің түбімен жаңағы шәйнектің қақпағының ұшына дейін өлшейтін боламыз. Ол бізде 21 сантиметр. Демек, матамыздың жалпақтығын тігісті есептегенде 23-24 сантиметр етіп ала береміз. Енді екінші ішкі жағындағы матаның үстіне қоямыз да дәл ғып өлшеп алатын боламыз. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей, екеуін бір-біріне беттестірдім. Енді бізде мына термо ыстықты сыртқа шығармайтын осындай құрылыс материалы. Мінекей. Одан кейін бізде синтепон. Біркелкі етіп синтепонды тура осы өлшеммен алатын боламыз. Мінекей. Дәл осы негізгі детальдеріміз дайын болды. Енді бізге мына шәйнектің түбі. Бұған да суықты, ыстықты ұстайтындай етіп, дөңгелетіп, екі дөңгелек сызып алатын боламыз. Міне, қарап отырыңыздар мұқият. Мінекей, осындай екі дөңгелекті жаңағы қақпағымыздың біреуін астына, біреуі үстіне келтіріп қоятын боламыз. Мына жылтыр жағы ыстыққа қарай қарап тұрғаны дұрыс. Негізгі детальдеріміздің барлығы дайын болса, онда тігіп бастаймыз. Мұны дәл осы реттік бойынша қойыңыздар. Негізгі матамыз өңі бетіне және қарама қарсы қарап жатады. Екіншісі, мынаның жылтыры осылай тұрады. Төмен қарап тігетін кезде, аударған кезде оң болып түседі. Және синтепонды тура осы ретпен қоясыздар. Және төрт жағын айландырып тігіп шығамыз да, бір шетінен ішін сыртына аударуға қалдыратын боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Аударуға шетінен қалдырып, осылай тігіп алдық. Енді мына бұрыштарын қиғаштап қиып тастайтын боламыз. Мінекей. Мына жерде мен видеоға түсіріп жатқанда көрінбей қапты, кешірім сұраймын. Мінекей, осылай кесіп шығамыз. Және мына айналдыра тігіп шыққандағы шетіндегі мына ақ жылтырды алып тастаңыздар. Сыртын ішіне аударып, қайтадан тіккенде ол қатты томпиып тұратын болады. Сондықтан алып тастауға кеңес беремін. Мінекей, қазір барлығын алып аламыз да, ішін сыртына аударамыз. Мінекей, мына жерде де тегістеп бірдей ғып қиып алыңыздар. Енді аударамыз. Мінекей, бұрыштарын әдемілеп шығарып аударамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай. Ең негізгі деталіміз осы.
Сондықтан барынша әдемілеп тігуге тырысыңыздар. Мінекей бұрыштарын келтіріп, бұрыштарын осылай шығарып, қазір тағы бір қайтара шетінен бастыра тігіп шығатын боламыз. Мінекей сонымен айналдыра тігіп де болып қалдық. Толығымен бекітіп өтетін боламыз. Мінекей видеодағыдай. Барынша төменгі жаққа қарай қарататын жағынан қалдырып тіксеңіздер, әдемі көрінетін болады. Енді мына дайын болған негізгі деталімізге түбінен шүмектің басталған жеріне дейін өлшеп алатын боламыз. Ол бізде 5 сантиметр. Енді осы шүмекті шығып тұратын жерін жасау үшін мына негізгі матамызды 56 сантиметрдің тең ортасын тауып аламыз да. Мінекей, тең ортасы 28 сантиметр бізде. Өлшеп сызамыз. Мінекей, төменгі жағынан 5 сантиметр жеткізбей, қазір тең ортасынан қиып шығатын боламыз. Мінекей, бұл бізде қазір көресіздер шүмектің шығып тұратын жері. Міне, осылай қойғанда шығып тұрады. Енді дәл осы жерді айландырып, зигзагпен немесе оберложкамен әдемілеп бастырып тігіп шығамыз. Мен зигзагқа салатын боламын қазір. Мінекей, осы жерді айландыра тігіп шығатын боламын. Достар, жұмысы ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, өз ұсыныстарыңызды комментарийда қалдыра отырыңыздар. Енді шәйнегіміздің түбін дайындайтын боламыз. Жаңағы дайындап алған домалағымызды әдемілеп 1 сантиметрдей шетіне жеткізбей тігіп шығамыз. Міне айналдырып, әдемілеп қиып аламыз. Және айналдыруға шетін қалдырып қойдық қой. Мінекей, айналдырып аламыз да, енді жаңағы фольгамызды, екі фольганың ортасына қақпағымызды қойып, мінекей, фольганың жылтыр беті шәйнекке қарап тұрған дұрыс. Мына пластмасс қақпақты әдейіге қолданамыз. Осылай домалақтың ішіне салған кезде осылай оңай майысып, орнына келе қалғандығы үшін. Енді осы дайындап алған шәйнегіміздің түбін домалақты әдемілеп ине жіппен бекітіп, қолмен тігіп шығатын боламыз. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, шетін қайтарып, қолмен тігіп шығатын боламыз. Мінекей. Достар, қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, комментарийға қалдыруға ұмытпаңыздар. Міне осылай барынша әдемі қылып тігіп шығамыз. Міне біздің шәйнегіміз қақпаққа осылай тұра қалады. Енді негізгі деталімізға қазір мына бантигімізді тігетін боламыз. Ол үшін бізге шәйнектің түбінен жаңағы қақпағына дейінгі ашылатын жеріне дейін бізде 15 сантиметр, мінекей 15 сантиметрді қазір сызық сызып белгілеп шығатын боламын. Мінекей, егер де сіздің матаңыз менікінен де ашық болатын болса, онда ішкі жағынан сызсаңыз болады. Дәл осы сызықтың үстінен қазір бантигімізді өткізетіндей тігіс тігіп шығатын боламыз. Мінекей, дәл осылай сызып, осы сызықтың үстінен жүргіземіз тігісті. Кейін екінші жақ тігісті осы тігіп өткен сызығымызға фиксировать етіп, табанды қойып, түп-түзу қылып тігіп шығатын боламыз. Түзу сызықтарды басын, аяғын бекітіп тігуді ұмытпаңыздар. Мінекей, мына жерге дейін қайтарып тігеміз бекітіп, және екінші жақ басын. Видеоға өте мұқият болыңыздар. Мінекей, дәл осылай
тігесіздер. Енді міне қараңыздар, екінші жақ басын, міне қараңыз, іші де қандай әдемі шықты, иә. Енді осы түзу сызыққа жаңағы табанымызға дәлдей отырып, машинаның табанын дәлдей отырып, екінші түзу сызықты сызып шығатын боламыз. Осы түйреуіш өтетіндей ғана жіңішкелікте тіксеңіздер болады. Түйреуішпен жаңағы лентамызды өткізетін боламыз. Мінекей. Жаңағы тігіп шыққан қуысымызға қазір мына лентамызды әдемілеп өткізіп шығатын боламыз. Міне лентамызды түйреуішке қадап аламыз да, жаңағы қуыстан өткізіп шығамыз. Ол үшін жаңағы екі жақ басын, төрт жақ басын мінекей осындай кішкене қиып тесіктер жасап алатын боламыз. Мінекей. Осы жерден екі жақ басынан ленталарымыз шығып тұрады қазір. Енді өткізіп шығамыз. Ең соңында қысқартсаңыздар да болады лентаны. Ендігі кезек бізде жаңағы негізгі деталімізбен мына түбін екеуін біріктіріп қосатын боламыз. Ол үшін біз мықты жіп, қалың жіпті алдым мен екі қабаттап, мінекей 4 қабат жіппен қазір түп жағын мінекей көктеп тігіп шығатын боламын. Бір келкі көктеп тігіп шығатын боламын. Қарап отырыңыздар видеоға. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Жаңағы біздің домалағымыздың көлеміне келетіндей етіп көктеп шығып, жаңағы домалағымыздың бір жақ шетін бекітеміз. Міне, кәдімгідей пластмасына өткізіп тұрып бекітіп шығасыздар да. Екінші қарама-қарсы жағын тағы да мінекей бекітіп аламыз. Кейін айналдырып тігіп шығатын боламыз. Міне, пластмастан қаттырақ батырып жаңағы негізгі деталіміз екеуін қосып шығасыздар осылай. Негізгі деталімізбен шәйнегіміздің түбін домалақ пластмассаға қақпаққа 2-3 жерден ғана бекітсеңіздер жетіп жатыр. Қалғанын жаңағы қақпақты қаптаған матаға бекітсеңіздер де болады. Мінекей сонымен біздің шәйнегіміздің термокөйлегі де дайын болды. Достар, сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Негізгі тігілу жолын сіздерге көрсеттім, жеткіздім деген ойдамын. Өз фантазияларыңызды қосып, әртүрлі формада тіге берсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.